көлік саласы бұл еліміздің экономикасын драйвер екені жақсы мәлім. Мемлекет басшысы бұған бірнеше рет ден қойып тапсырмалар берді. Бірақ көріп отырғанымыздай бұл салада көптеген кемшіліктер бар. Жаңа жоғарғы аудиторлық палатаның басшысының берген есебін қарайтын болсақ, бұл жүрдеген әбден жемқорлыққа батқан. Жаңа берден депутат дұрыс айтып отыр. Бұл әсіресе мына КТЖ-ның айналасындағы жағдайлар, бұл біз айтып жүрген жоқпыз, ел айтып жүр. Енді қараңыздар, бұл көлік саласы тек қана КТЖ мен жол емес қой, біз авиацияны айтпай қалдық. Өзен, теңіз арқылы тасымалдауларды айтпай қалдық. Шекарадағы ана жемқорлық өтіп жатқан көліктердің бәрін взятка бермесең, қолына бірдеме бермесең, өткізбейтін мәселені айтпай қалдық. Жалпы бізде бұл салада бір жүйелі жаңа дамитын, дамуға алғары алып баратын бір құжат көріп отқан жоқпыз. Сондықтан көлік министрлігі бірінші кезекте осы көлікті дамыту жөнінде орта және көп жылдыққа арналған үлкен бір стратегиялық құжат керек сияқты. Кешенді түрде. Ішінде барлық көрсетілу керек. Жергілікті жер болсын, орталық министрліктердің құзырындағы заттары болсын, квази мемлекеттікке, жеке бәрін бөлмей, бір дұрыс құжат дайындау керек. Бір. Екінші мәселе. Бүгін мына парламентте біз тыңдап отырмыз көлік саласын, оның ішінде КТЖ-ға көптеген сұрақтар болды. КТЖ-да президент жоқ бұл жерде. Сауранбаевтен кім ол? Неге келмейді мында? Өмірі келген емес. Осы мен парламентте 3 жыл болды жұмыс жасап жүрген. Қайта-қайта осы мәселе көтеріледі, Сауранбаев келмейді. Кім ол сол? Не алған адам ол? Өмір бойы сол жемқорлықтың бәрі былғып жатыр КТЖ. Ол жерге келіп жауап бермейді. Орынбасарларын жібереді. Біз Қазақгазды қарағандықта Қазақгаздың бастығы келді мында. Самұрықты қараған кезде Самұрық-қазынаның бастығы келді. Неге КТЖ-ның бастығы келмейді? Ол кім ол соншама? Сондықтан бұл мәселеде үлкен жаңа сұрақ бар. Барлығын шешетін кадр. Адам бала шешеді. Жаңағы закуптың айналасында үлкен жемқорлық схемалары бар. Тек қана ГСМ емес ол. Барлық мәселе солай. Запчастың айналасында сондай. Оны бәрі бізге айтып отыр ғой ел деген. Біздің темір жолшылардың қазір өмір сүріп жатқан бүткілерін қараңыздар. 19 ғасырдағы бүткілер. 20 ғасыр емес, 19 ғасырдағы бүткілер. Ұят емес пе? Бір ретте президент КТЖ-ның елмен барып кездескен жоқ. Темір жолшылармен кездескен жоқ. Олардың мәселесі тыңдаған жоқ. Қаншама ереуілдер болып жатыр. Біреуіне де барған жоқ. Не алған адам ол? Кім соншама ол? Депутаттан осы жерден мықты ма ол соншама? Дұрыс емес қой бұл деген. Үшінші мәселе. Мына қасымызда көрші Ресей, оның деген мына транзит саласы, көлік саласы біздікіне кемемес артық инфрақұрылымы да үлкен. Бірақ қараңыздар, 2023 жылғы олардың көрсеткіштері EBITDA 737 миллиард рублей. Біздің ақшамызға шақсақ, бүгінгі күнде курспен 3,7 триллион сом ақша, оларда жаңағы жалпы кіріс кіріп отыр да, мына нені алып тастамаған кезде, амортизация, салық басқаларын алмаған уақытта. Біз 3 триллион қарыз бар КТЖ-да, а Ресейдің РЖД-сында 3,7 триллион кіріс бар. Таза пайдасы 592 миллиард теңге. Қараңыздар, 2023-тің жаңа қорытындысы бойынша. Енді Қазақстан қайда жүр? Мына Дүниежүзілік банкының сарапшыларының мәліметі бар. Логистикалық тиімділік рейтингісін жасаған. 139 елге. Біз 79 ел болып соңында салпақтап жүрміз. Біздегі әлеует өте үлкен. Мына Шығыс Азиядағы, бүкіл Қытайдағы, бүкіл жаңағы тауарлардың бәрін біз арқылы шығыс елдеріне, қиыр шығысқа, Еуропаға жіберуге болады. Әлеуметіміз өте үлкен. Қазір мына болып жатқан геосаяси жағдайда біздің мүмкіндігіміз өте жоғары. Соны пайдаланып, осындай шаруалар жасаудың орнына біз қайдағы бір ұсақ-түйек шаруалармен айналысып жүрміз. Әсіресе КТЖ. Сондықтан Ерлан Жақанұлы, мен ұсынысым бар. Мына парламентке КТЖ-ны шақыру керек. Бүкіл мәселесін бәрі майшамен қарау керек. Не істеп жүр бұлар? Не алған адамдар бұлар? Бұл мемлекеттің аршысын ала береді. Оған біз құя береміз. Басқа жерге ақша жетпей жатқан кезде. Олар оның бәрін қарызға отырғыза береді. Ондай мен жерлер жоқ болу керек.
Есіңізде ма сіз? Ана Қазпоштаның бастығын шақырып, осы жерде біз тыңдадық. 15 миллиард минусқа кіріп жатқан компания 2 миллиард плюске шықты. Парламент көмектесті, сіз көмектестіңіз, өздері жұмыс жасады, дұрыс менеджмент басшылығында. А неге КТЖ-ны біз солай жасамаймыз? Неге басқа біздің осындай үлкен ұлттық компаниялар шақырмаймыз? Айтып жүрміз ғой, шақырайық бәрін. Қазмұнайгаз шақырайық мына жерге. Бәрін шақыр, Қазатомпром шақырайық мына жерге. Болды ғой енді, халықтың байлығы деген конституция бойынша, мына елдің байлығы халықтық емес пе? Халықтың өкілдері осы жерде отырған жоқ па? Шақырайық бәрін. Тыңдайық, қайда кетіп жатыр ақшаның бәрі? Олардың ақшасы емес қой. Әрқайсысы жаңа дұрыс айтып отыр. Бонустары, зарплаталары, үйлері, машиналары деген қандай олардың? Ол елдің ақшасы ғой. Сондықтан осы мына келесі алдымыздағы сессияда күзде парламентке дайындалып келсін КТЖ. Дұрыстап тұрып мәселелерін қарайық біз. Әр ұлттық компанияны біз қарауымыз керек. Болды енді. Қашанғы олар деген елдің, мемлекеттің, халықтың байлығын қалталарына басып, шетелге барып, Дубайға барып, Европаға барып, коттедж алып, үй алып, шалқып жүреді. Халықтың жағдайын қашан ойлаймыз біз? Осылай отыра береміз бе сонда? Олардың айтқан өтірігіне сеніп, олай болмайды. Және жоғары аудитория палата дұрыстап тексеріңіздер мыналардың бәрін. Керек емес, бармақ басып көз қысты қылып. Жетеді енді. Елдің бетіне қалай қарайсыңдар? Ұят емес пе? Қандай Қазақстанда өмір сүріп отырмыз? Президент айтты ғой, әділ Қазақстан, дұрыс жұмыс жасайық деп. Біз мына істеп жатқан ісіміз оған келіңкіремейді. Сондықтан осы бүгінгі жиналыстың қорытындысына ұсынымына мына парламентке ұлттық компания, трансұлттық компания бәрін шақырып, осы жерде біз олардың жаңағы мәселесін дұрыстап тұрып қарауымыз керек. Керек болатын болса парламентте комиссия шығардыңдар. Рахмет.